Құрметті білім алушылар, біз енді сабағымызды жалғастырамыз. Осы жағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру пәні бойынша осы жағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру мақсатында парақорлықты жою, парақорлықпен күрес жүргізу және қылмыстық кодексте жаңағыдай пара алу, пара беру баптарымен танысу бүгінгі тақырыбымыз. Біз енді 366 бапта бірінші бөлімінде осы сабағымыздың талдап кеттік. Бапта жаңағыдай пара алу бабын талдап кеттік. Қылмысын рұқсат етіңіздер, мен жалғастырып кетейін енді. Осы жерде айта кеткіміз келіп тұр. Демек, көрдіңіз бе, 366 бапта біз жаңағыдай толық диспозицияны да, санкцияны да талдап кеткеннен кейін төмен жағында қосымшаны оқимыз. Қосымшасында былай көрсетіледі. Егерде лауазымды тұлға немесе жеке лауазымды тұлға немесе мемлекеттік қызметші өзі жанындай, көрдіңіз бе, бір заңды жасаған бір қандай бір өзінің міндеттерін атқару барысында заңды жасаған әрекет үшін уағдаласпай жеке бір азаматтан болмаса басқа бір мемлекеттік қызметшіден демек сөз байласпай, уағдаласпай сыйақы алатын болса, бірақ ол сыйақының көлемі 2 айлық есептік көрсеткіш. 2 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын болса, жаңағыдай сыйақының құны аспайтын болса, онда жаңағыдай бұл жаңағыдай пара, ондай сыйақы алған адам бойынша жаңағыдай қылмыстың белгілері жоқ деп, ол қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды деп көрсетіледі. Демек, ол әкімшілік жауапқа тартылады және де тәртіптік теріс қылық жасалғаны үшін мемлекеттік қызмет туралы заңның 43, 44, 50 баптарында көрсетілгендей жауапқа тартылады. Бұл жерде айта кеткіміз келіп тұр. Көрдіңіз, бір айлық есептік көрсеткішіміз, біз жақсы білеміз, ол 2778 теңге. 2778 теңге. Қазір 2020 жылғы президенттің жарлығымен бекітілген заң бойынша 2778 теңге. Ал 2 айлық есептік көрсеткішіміз жаңағыдай 5556 теңге. 5556 теңге. Демек, егерде сыйақының құны 5556 теңгеден асатын болса, бұл қылмыстық жауаптылық болып көрсетіледі. Қылмыстық жауаптылық ретінде, қылмыс ретінде сараланады. Ал егер 5556 теңгеден аспайтын жағдайда сыйлықтың жаңағыдай құны мөлшері, онда жаңағыдай жерде көрдіңіз, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 677 бабы бойынша жаңағыдай әкімшілік жаза көрсетіледі бұл жерде. 600 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл төлеу. Демек, 1.200.000 көлемінде шамамен. Енді айта кеткіміз келіп тұр бұл жерде еді. Демек, осы бір мәселелерді нақты біліп алу қажет. 2 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің жаңағыдай баптарында 677 бабында көрсетілгендей жауапкершілік сараланады, әкімшілік жаза көрсетіледі. Немесе және де осы мемлекеттік қызмет туралы заңда 40-шы, 43-шы, 44-шы, 50-шы баптарда көрсетілгендей мемлекеттік қызмет атқара отырып жаңағыдай теріс қылық, тәртіптік теріс қылық жасалған үшін жаза көрсетіледі. Бұл жерде енді қызметінен босатып, әрине қызметінен босатып, жаңағыдай тәртіптік кеңес комиссиясы, тәртіптік кеңес шешім қабылдап, ондай лауазымды адамның, мемлекеттік қызметшінің үстінен қозғалған жаңағыдай іс бойынша тәртіптік істі материалдарын толық бәрін жинақтап, бұл жерде жаңағыдай кеңестің шешімі қосылған материалдардың барлығы әрине жаңағыдай уәкілетті органға мемлекеттік қызмет органы міндетті түрде сот органдарына жаза тағайындауға жібереді, жаза қолдануға жібереді материалдарды. Енді біз 367 бапты талдап кетейік.
367 бап 366 бапқа ұқсас, әрине бұл жерде бірақ пара беру. Кез келген бір қандай да бір азамат, болмаса жаңағыда сол мемлекеттік қызметші, лауазымды адам, басқа сол мемлекеттік қызметшіге, лауазымды адамға заңсыз жолменен жаңағыдай сыйақы, мүлік, қандай бір жаңағыдай мүлікке деген құқық, мүліктей, заттай жаңағыдай болмаса қандай бір қызмет көрсету жолменен пара беретін болса, бұндай әрекеттер әрине осы 367 баппен сараланады қылмыстық кодексінде. Демек, көрдіңіз бе, бұл жерде мемлекеттік қызметші өзінің қызмет бабын пайдаланып, өзінің өкілеттігі шеңберінде атқаратын міндеттерін заңға қарама-қайшы атқарады. Және де пара алғаннан кейін, заңсыз сыйақы алғаннан кейін, болмаса оны заңсыз сыйақы алмай тұрып та өзара келісіп, пара берушімен келісіп, сол пара берушінің еркіне, оның қалауына, оның ойындағы, оның мүддесін орындау мақсатында қандай да бір заңсыз әрекеттер жасайды. Заңсыз жаңағыдай әрекеттер жасайды. Осы жерде енді пара беру қылмысы бойынша да санкцияны талдап кетейік. Санкциясында әрине бірінші бөлігінде 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру, екінші бөлігінде 5 жылға дейінгі мерзімде, үшінші бөлігінде 7 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімде, төртінші бөлігінде 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіледі. Демек, біріншісі 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілсе, демек бұл жерде кішігірім ауырлықтағы қылмыс емес, бұл орташа ауырлықтағы қылмыс. Өйткені 2 жылдан асып тұр, қылмыстық әрекеттің өзі, пара берудің өзі тікелей қасақаналықпен жасалатын қылмыс. Екінші бөлігінде 5 жылға дейінгі мерзімге деп көрсетілген бас бостандығынан айыру жазасы. Демек, 5 жылға дейінгі мерзімге болса, онда ол орташа ауырлықтағы қылмыс. Үшінші бөлігінде 7 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге деп көрсетілсе, онда ауыр қылмыс. 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, осы 366 баптағы 4-ші бөлігімен етене ұқсас. Бұл жерде әрине бірдей деп айтуға болады. 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіледі. Демек, бұл жерде де аса ауыр қылмыстардың категориясына жатқызылады. Бұл жерде енді біз қысқа талдап кетейік қылмыстың құрамын. Әрине, қылмыстың объектісі барлық сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша қылмыстың объектісі бұл жерде мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызметтің тәртібі, мемлекеттік қызметтің бір қалыптасқан бір сондай бір жұмысы, ережесі, құрылымы, және де осы мемлекеттік қызметтегі талаптар, ережелер, заңнама, мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың талаптары деп айтуға да болады. Қылмыстың жаңағыдай объективтік әрекет, әрине параны жаңағыдай беруші бұл жерде жаңағыдай әрекетті заңсыз жасап тұр. Ол жерде жаңағыдай ол мемлекеттік заңның талаптарын бұзып тұр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдағы шектеулерді, көрсетілген шектеулерді бұзып тұр. Және де осы мемлекеттік аппараттың талаптарын бұзып тұр. Әрекет заңсыз әрине. Субъективтік жағында қылмыстық әрекет тікелей қасақаналықпен жасалады. Өйткені пара беруші өзінің әрекетінің заңсыз екенін, саналы түрде, ерікті түрде жаңағыдай заңсыз екенін біледі, оның әрекетінің қылмыс екенін біледі, бірақ сол жаңағыдай қылмыстың болуын тілейді, және де соны жүзеге асырады. Пара беруді тілейді, соны жүзеге асырады. Субъект бұл жерде жеке азаматтарда, бұл жерде арнаулы субъекті де болады, ол мемлекеттік қызметшілер, лауазымды адамдар. Және де жеке жалпы субъекті де болады. Жалпы субъекттер ол жаңағыдай жеке тұлғалар, жеке азаматтар, кез келген азамат. Біз енді осы жерде айта кеткіміз келіп тұр, қосымша бар. 367 бапта, 366 баптағыдайда төмен жағында санкциядан кейін қосымша көрсетілген. Демек, ескертулер көрсетіледі. Енді ескертуде бұл жерде былай деп көрсетеді. Осы 366 баптың ескертуіне де ұқсас былай деп көрсетіледі. Егер де жаңағыдай жеке азамат болмаса қандай бір мемлекеттік қызметші өзі бір басқа бір адамға
басқа бір адамға жаңағыдай лауазымды адамға, мемлекеттік қызметшіге сыйақы беретін болса, мүліктей, заттай, болмаса жаңағы мүлікке деген құқық беретін жаңағыдай сыйақы беретін болса, болмаса қандай бір қызмет көрсететін болса, заңсыз қызмет. Бұл жерде жаңағыдай ол сыйақының құны мөлшері 2 айлық есептік көрсеткіштен жаңағыдай аспайтын болса, онда бұл жаңағыдай пара берушінің әрекеті қылмыс болып саналмайды, қылмыс болып сараланбайды дейді. Әрине бұл жерде тағы да бір ескеретін жағдай, пара алушы мен пара берушінің арасында бұл жерде алдын ала ешқандай уағдаластық, сөз байласушылық, келіспеушілік болған жағдайда, және де 2 айлық есептік көрсеткішін алдында да біз айтып кеттік, демек ол 5556 теңге, 5556 теңгеден аспаған жағдайда. Бұл жерде де көрдіңіз бе, жеке азаматтар қылмыстық жауапқа тартылмағанмен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 676 бабы бойынша әрине әкімшілік жауапқа тартылады. Ол жерде де жаңағыдай санкцияда жаза көрсетіледі. 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салу. Ол жерде жаза тек қана біреу-ақ 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салу. Мен де осы бүгінгі сабағымды қорытындылап келе жатырмын. Қорытындылай келе мен бұл жерде нақты айтып кеткім келіп тұр. Осы қылмыстық кодекстегі мынау парақорлық қылмыстарын, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын, соның ішінде әсіресе осы санкцияларды, жазалардың түрлерін, жазалардың мерзімдерін, бас бостандығынан айыру жазасының жаңағыдай максималды мерзімдерін, жаңағыдай қылмыстардың категорияларын айта отырып, қоғамда азаматтардың арасында, мемлекеттік қызметшілердің арасында, лауазымды адамдардың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыруға болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру керек. Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетінде қалыптастыру керек. Алдында айтып кеткеніміздей, мен тағы да бір қайталап кеткім келеді. Неғұрлым жеке азамат, лауазымды адам, мемлекеттік қызметші осы жаңағыдай әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің баптарымен, қылмыстық кодекстің баптарымен, басқа да жаңағыдай нормативтік актілер бойынша, заңнамалар бойынша толыққанды, түсінікті, былай жан-жақты жақсы ақпараттар алып отырса, ақпаратты болып отырса, құқықтық салауаттылықты жоғарылатып, былай жетілдіріп отыратын болса, онда әрине ондай азаматтардың, ондай мемлекеттік қызметшілердің жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы саналары жақсы қалыптасады. Және де ондай тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті де мықты болады. Демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды біз бір жағынан өстіп заңнамалардың баптарын ресми, доктриналдық түсіндірмелер жүргізе отырып қалыптастыра аламыз деп санаймын. Осы жағында құндылықтардың бірі көрсетіледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана деп айтып отырмыз ғой. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті қалыптастыру. Демек, осы біз айтқанмен де қалай оны қалыптастырамыз, сананы қалай қалыптастырамыз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалай қалыптастырамыз дегенде ең алғышарты, ең басты қадамдарымыздың бірі осылай құқықтық түсіндірмелер жүргізу, ресми түсіндірмелер жүргізу, доктриналдық түсіндірмелер жүргізу. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымды аяқтадым. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мен егер тапсырма бергім келіп тұр, осы жағдай тапсырма қылмыстық кодекстегі 367-368 баптағы санкцияларды оқып, оған талдама жасап келу. Көп рахмет.